Hi, hello. Biz I, you, he, she, it, we, they есімдіктерінің қалай аударылатынын білеміз. Енді тәуелді есімдіктерді зерттейік. Олар кімнің, кімдікі, ненің, ненікі деген сұрақтарға жауап береді. Бастайық. My – менің. Кімнің, менің. Мысалы, менің атым. My name is Django. Менің атым Django. Your – сенің. Your name is Ярасыл. Сенің атың Ярасыл. His – оның. Ер адамның немесе ұл баланың. His name is Жанто. Оның аты Жанто. Her – оның. Әйел адамның немесе қыз баланың. Her name is Dina. Оның аты Дина. It's – оның. Мысалы, әңгіме ит туралы жүрсе, онда its name is Bobby деуге болады. Ол оның аты Бобби. Our – біздің. Our names are Жанто and Django. Біздің аттарымыз Django және Жанто. Their – олардың. Their names are Аман and Айбек. Олардың аттары Аман және Айбек. Қайталайық. I – мен. My – менің. You – сен. Your – сенің. He – ол. His – оның. Ер адамның немесе ұл баланың. She – ол. Her – оның. Әйел адамның немесе қыз баланың. It – ол. It's – оның. We – біз. Our – біздің. They – олар. They – олардың. Егер біз анамыздың аты Гүлнұр немесе досымыздың аты Арсен деп айтқымыз келсе, біз ана және дос сөзіне S жалғауын жалғаймыз. My mother's name is Гүлнұр. Your friend's name is Арсен. S жалғауы атаған ат анаға немесе досқа тиісті екенін білдіреді. Бүгінге осы. Бүгінгі бейнені тағы қайталап көріңдер. Барлық өткенді жазып алыңдар. Және бізге комментарияға бүгінгі өткен есімдіктер мен 5 сабақта өткен сөздерді жазыңдар. Ал біз тексереміз. Келесі кездескенше. Бай-бай.